Құрметті менің гүлсүйер қауымым, сіздерге бүгін мынау үй жағдайында қиярды қалай егу, ыдыста қалай егуге болатындығы жайлы сіздерге видео түсіріп көрсетпек болып жатырмын. Өзім осындай тәжірибе, эксперимент жасап жатырмын. Сол экспериментпен сіздерге бүгін бөліспекші болып жатырмын. Мінекей мынау жағдайы. Бұл дәнді еккеннен кейін 3 аптадан кейінгі көрініс. 4-ші аптаға болып бара жатыр, уже қиярлар дәнінен осылай болып өсті. Үй жағдайында қияр егу сіздерге қажет болып жатса, қызықты болып жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, қажетті сұрақтарыңызды сұрауға болады. Әрі қарай қалай еккен жайлы сіздерге мәліметтер беремін. Сәлеметсіздер ме, сүйікті гүлсүйер қауым. Мен биыл мынандай горшокқа үй жағдайында қиярдың дәндерін егіп көргенмін. Бірінші рет тәжірибе жасап отырмын. 9 дәнді, 9 түпкіп осы горшоктың жан-жағына және ортасына осылай еккен болатынмын. Арасы 7-8 сантиметрден. Үлкен горшок болатын 7-8 сантиметрден және ортасына біреуін еккен болатынмын. Ортасындағысы 7-8 сантиметрден осылай ектім. Бұл енді негізі талап бойынша, әрине бұлардың арасы жер болса, бұдан да жарты метр сондай болу керек болған. Бірақ та үй жағдайында көрейін, қандай жағдайда болады екен, өнім берем екен деген жағдайда осылай жасадым. Енді бұл қиярдың бойы қазір 20 сантиметрден, міне жапырақтары алақанға қойса, уже мынадай болып өсіп келе жатыр. Бұл қиярдың дәнін мен базардан сатып алдым. Онда өзінен өзі ұрықтанатын қияр деп аталады, яғни самоопыляющий деп жазылған екен сыртында. Ал енді негізінде далада грунтта отырғызылатын қиярларды насекомдар, аралар, көбелектер, шыбындар, әртүрлі насекомдар келіп ұшатын, тозаңдандырады ғой. Бұл өзінен өзі тозаңданатын қиярдың тұқымы екен. Соны бақылап өсіп көріп жатырмын. Қазір енді мені сырттан қараған кезде мені бұлай өсіп тұр. Келесі видеоларымда мен бұның ары қарай қандай жағдайда болғанын сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін мынау жапырақтарын алып қарайтын болсақ, міне ортасында тағы да былай келіп өсіп жатыр. Өсуі жақсы. Жаңа ғана мен марганцовкамен бұны азғана марганцовканы розовый қылып салып, сонымен жапырақтарына бүріктім, топырағына құйдым. Солай бұны өзімше күтім жасап жатырмын. Енді көреміз, қазір кішкене уақытқа мен бұларды терезе сыртына, подоконникке қоймақшымын. Терезе сыртына күн басылғаннан кейін, күннің қызуы басылғаннан кейін, тікелей күн көзіне емес, кішкене күн көзі алғаннан кейін терезенің алдына бұны қоймақпын. Бұлай қарағанда мені өсуі жақсы. Әрқайсының барлығының бойы бірдей, барлығы бірге отырғызылған болатын. Кейінде мен бұл үлкен болып өсіп жатқанда, менде енді балконымда да басқа да заттар бар, гүлдер бар деген сияқты бұған бұлай жайылып өсуге мүмкіншілік жоқ. Сондықтан мен тік таяқшаларды вертикально 1 метрден 4-5 таяқшаны қойып, сол таяқшаның басына қарай бұның ұзарып өскен сабақтарын соған қарай жылжыта беремін. Сонда қиярлар содан салбырап өседі деген ойдамын. Бұл енді тәжірибе, жасап көріп жатқан тәжірибе. Үй жағдайында қалай болады екен. Біз енді үкіметтің үйінде тұрамыз, жеріміз жоқ. Бар ғой енді жер, бірақ та дегенмен де үй жағдайында қандай жағдайда өсетіндігін, жеміс бере ма, өнім бере ма деген жағдайды бұны тексеріп көру, эксперимент жасау. Мен өзім бала кезден экспериментатор,
менің жаңағы нем кішкене кезден осындай неше түрлі эксперименттер жасайтынмын. Қазір де бірнеше түрлі бағыттардағы эксперименттерді жасап жүремін. Өсімдіктерге байланысты, тастарға байланысты, жалпы адамның психологиясына байланысты осындай нелерді жасап тұрамын. Хоббиім болғасын, өмір бойы қалмайды екен хобби. Міне осындай жағдайлар жасап жатырмын. Егер де осы қиярдың ары қарай болған несін, жағдайын көрулеріңіз келетін болса, жаңағы каналға тіркеліп қоюларыңызға болады. Мен бұны жиі осы қияр, қиярдан да басқа менде жаңағы эксперимент жасап жатқан нелерім бар, өсімдіктерім бар. Қазір оны көрейік. Мұнда қиын қозғалып. Міне терезенің алдында мына жерде жаңағы манголар өсіп тұр. Міне манго, мына жерде мына жаңғақ ағаш өсіп тұр. Көптеген мына жерде крапива да өсіп жатыр. Крапива мына жерде бір дәні құлақпаған ғой. Мына ненің түбінде тоже бір крапива өсіп жатыр. Топырақтың ішінде дәні кетіп қалған ғой. Сол кезде мына крапива өсіп жатыр. Мандарин, мінекей ағашы. Бұлар да өсіп жатыр мына жерде. Мінекей крапива. Емдік крапива тоже бұның да дәнін алған болатынмын. Оны мына жаққа көрсетейінші, кішкене анықтау көрінеді. Міне емдік крапива бұл қабырғаға сөніп тұрған ғой. Құлап жатыр былай қарай. Әлі кішкене тыста тұр. Жай эксперимент жасайын деп түсіргенмін. Міне қиярға неғып тұр. Міне бойы деген 30 сантиметрге жетті. Міне бұл крапива. Міне төбесінен тағы да өсіп келе жатыр. Бұл да емдік, өте жақсы шөп. Кейінде бұл жақсы өседі екен, өсімтал екен. Дәні кез келген дәнді жаңағы неге топыраққа салып, суды құйып, уақытымен сондай жылы жерде тұратын болса, кез келген дән өсіп шығады. Сондықтан ешқандай да оған не жоқ. Мінекей қарап отырсаңыздар, осындай жағдайлар. Мынау крапива. Қалақай дейді ғой крапиваны қазақша. Мінекей осындай жағдай. Сау сәлеметте болыңыздар.